Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер? Сіздермен бірге Ажар. Бүгін мен сіздерге неге мен отбасыммен зығыр дәнін жиі жейтіндігіміз туралы айтып беремін. Мен зығыр дәнін тек ішке емес, сыртқа да өте жиі қолданамын. Бүгін пайдалы және қызықты рецептілер көп айтылады, сондықтан да видеоны соңына дейін көріңіздер. Менің байқауым бойынша көп адам зығыр дәндерін қолдана бермейді, тіпті қайда сатылатынын да білмейді. Ал бұл дән болса, ағзамыз үшін денсаулық пен ұзақ өмір сүрудің баға жетпес көзі болып табылады. Құрметті арулар, сіздер зығыр дәндері ботокс пен қымбат косметикалық процедураларды алмастыра алатындығын білдіңіздер ме? Бұл туралы да осы видеода сіздерге айтып беремін. Менімен бірге болыңыздар. Зығыр дәндері денсаулықты жақсартуға арналған арзан және өте тиімді емдік зат. Ол сондай-ақ пайдалы майлар мен антиоксиданттар мен талшықтарды қамтиды. Кейбіреулер зығырды функционалды тағам деп те атайды, яғни адам оны денсаулығын жақсарту үшін пайдаланады. Зығырда көптеген түрлі дәрумендер бар, мысалы Б дәрумендері, А, Е дәрумендері. Бұл әйелдерге арналған жастықты ұзартатын дәрумендер, иммунитет үшін С дәрумені. Сонымен қатар, оның құрамында әртүрлі микроэлементтер, калий, магний, темір, мырыш және тағы басқалары бар. Ең бастысы, зығыр дәндерінде омега-6 және омега-3 май қышқылдары бар. Зығырдағы омега-3 балық майына қарағанда 2 есе көп. Сіздер бұл туралы білдіңіздер ме? Зығыр тұқымдары ағзаны токсиндерден тазартуға тамаша көмектеседі. Өйткені тұқымдар талшық пен өсімдік талшықтарына бай. Олар асқазандағы барлық зиянды заттарды сіңіреді және денеден барлық зиянды заттарды кетіреді. Зығыр дәндері иммунитеттің төмендеуіне әкелетін біздің ағзамызда жиналатын барлық зиянды заттарды жап-жақсы сыртқа шығарады. Зығыр дәндерінің пайдасымен қатар қарсы көрсеткіштер де бар екенін есте сақтау жөн. Мен олар туралы бейнебаянның соңында айтамын. Әрқашан бірдеңе жасамас бұрын сізді алаңдататын мәселелер болған жағдайда міндетті түрде дәрігермен кеңескен жөн. Мен қазір сіздерге жылына бірнеше рет жасайтын, менің ішек қарнымның жұмысын жақсартуға көмектесетін өте жақсы зығыр дәндерінен жасалған рецептіні көрсетемін. Ол үшін біз бір шай қасық зығыр дәнін кофе ұнтақтағышына салып ұнтақтаймыз. Зығыр дәнін міндетті түрде қолданбас бұрын жуып кептіріп алу қажет. Зығыр дәндерін тұтастай жеудің қажеті жоқ, ол ыңғайсыз және пайдасыз. Тұтас дәндер жай ішегімізден сырғып өтіп сыртқа шығады, сондықтан кофе ұнтақтағышында жақсылап езіп алғанымыз дұрыс. Үгітіп алғаннан кейін 150 мл айран аламыз да, айранымыз 2,5-3,2% болуы тиіс. Үгітілген зығыр дәндерін айранға салып араластырамыз. Мұндай сусын сонымен қатар арықтауға да өте жақсы көмектеседі. Бірінші аптада осындай бір толық шай қасық пен жарты қасық айранды араластырып ішеміз. Ертемен аш қарынға ішу керек бұндай сусынды. Оны ішкеннен кейін 2-3 сағат ештеңке жемейміз. Осыны жақсылап еске сақтап алыңыздар. Егер қарындарыңыз ашса, осыны бірінші таңғы ас деп қабылдаңыздар, ал енді одан кейін тағы да екінші таңғы асты 2-3 сағаттан кейін жесеңіздер болады. Екінші аптада тура осы сусынды бірақ 2 шай қасық ұнтақталған зығыр дәндерін қосамыз. Айранның миллилитрінде кішкене арттырсаңыздар болады. Одан кейін 3-ші апта, бұл негізі 3 апта қабылдаймыз. 3-ші аптада одан да көбірек 2 шай қасық емес, тек 1 ас қасық қосып, көбірек үстінен айранды қосып ішсеңіздер болады. Осылайша біз 3 апта қолданамыз. Жылына 2-3 рет мен жасап тұрамын. Енді сіздер де өзіңіздің ыңғайыңызға қарай жасасаңыздар болады. Бұл сусын маған өте жақсы көмектеседі және де дәмі маған өте қатты ұнайды. Осылайша 3 аптаның ішінде керемет нәтижеге қол жеткізесіздер, салмағыңыздың азайғанын байқайсыздар және асқазан ішек жолдарының жұмысының жақсарғанын сезесіздер. Интернетте көптеген видеоларда зығыр дәнін айранға тұтастай салып жатады, ол дұрыс емес. Міндетті түрде ұнтақтап қолданған дұрыс. Зығыр дәндерін негізі құрғақ күйінде де жеуге болады. Бұны енді өз ыңғайыңызға қарай қабылдауға болады. Алайда маған үйтіп құрғақ күйінде жеген ұнамайды, себебі қақалып қаламын және дәмі де онша емес, тек зығыр дәндерін өзін жесеңіздер,
тістің ортасында да тұрып қалады, сондықтан мен оны бірдеңкеге қосып жеймін. Жаңа енді айранға қоссам, қазір міне көрсетіп жатқанымдай йогуртқа да қосып жесеңіздер болады, немесе биосқа қосып ішсеңіздер болады. Ең жақсы әрине енді айранға қосып ішу. Сонымен қатар зығыр дәндерін кептірілген түрде қолданбау үшін оны тағы да ұнтақтағыштан өткізіп, салатқа қосып, оны қаймаққа қосып, сол қаймақпен салатқа қосып жесеңіздер де өте дәмді шығады, және әрине пайдасы өте көп болады. Сонымен қатар зығыр дәндерін қосып гранола дайындаймын таңғы асқа. О жақта да ұнтақтап қосамын гранолаға зығыр дәндерін. Егер граноланың рецептісі сіздерге қажет болса, комментарийде жаза кетіңіздер. Жеке видео түсіріп, қалай өте дәмді және денсаулыққа пайдалы таңғы ас граноланы қалай дайындау туралы видеода түсіріп көрсетіп беремін. Зығыр тұқымында тиамин В1 дәрумені бар екендігін айтып кеттім. Ол бізде зат алмасуды және жүйке жүйесінің жұмысын жақсартады. Ал мыс қалыпты өсу мен дамуға ықпал етеді. Молибден тіс денсаулығын, гемоглобин деңгейін қолдайды, ал фосфор болса сүйек денсаулығына жауап береді. Лигнандар деген заттар бар, олар жүрек пен қан тамырларының денсаулығын жақсартады. Мінекей осындай да өте жақсы пайдасы бар екенін көріп отырсыздар. Енді тағы бір рецепт көрсеткім келіп тұр. Мұнда тұтас 1 шай қасық зығыр дәндерін шыныға салып, 150 мл қайнаған жылы су құямыз да бетін жауып, келесі күні ертемен ашамыз. Зығыр дәндері өте жақсы суды өзіне сіңіріп, пішіні өзгеріп, жақсы бұғады да дәндерден кесел секілді сұйықтық пайда болады. Енді мұны сүзгіштен өткіземіз де суынан бөлек құйып аламыз. Мұнда бізге дәндер емес, сұйықтық қажет. Дәндерді котлетке қосып тұтынсаңыздар болады. Осы сұйықтықты ертемен аш қарынға тамақтануға дейін 1 сағат бұрын, тамақ жақпаған кезде, немесе ішегіңізде ыңғайсыздық туған кезде ішуге болады. Ал енді ең қызық бөлімге келіп жеттік. Қазір біз бетімізге өте пайдалы пленка тәрізді ботоксты алмастыратын керемет маска дайындаймыз. Ол бетіміздің ұсақ және терең қыртыстарын тегістейді. Бетке жаққаннан кейін бет тырысып қалады, сондықтан бұл масканы күндізге қарағанда түнде ұйықтар алдында жасаған дұрыс. Ол кезде әсері көбірек болады. Бұл масканың құрамына тек қана зығыр дәні мен су кіреді. Ал бастайық. Біз қазір осы зығыр дәндерінен гель жасаймыз. Ол гель су өткізбейтін тығыз пленкаға айналады. Бетке жаққанда бетіңіз міндетті түрде тыныш және босаңсыған түрінде болуы қажет. Кастрюльге 2 ас қасық зығыр дәнін саламыз және 1 стақан су құямыз. Шамамен 300-350 мл. Отты қосып 5 минут қайнатамыз. Кейін отты өшіріп 10 минут суытамыз. Қайнаған кезде араластырып тұруды ұмытпаймыз. Енді суыған дайын болған дәндерімізді марлеға салып, дәндерді гельден ажыратамыз. Жақсылап марлені сығып аламыз. Бұл гель бізге 10 күнге жетеді. Bir курс 10 күнді құрайды. Яғни 10 күн бойы түнде жатарда осы масканы бетімізге жағып жатамыз. Егер кейбір жерлерінде дәндер қалып қойған болса, ештеңе етпейді. Оны бетке жаққан кезде алып тастаймыз. Осындай формочкаларға салып құйып қоямын, бөліп, кейін оны мұздатқышқа салып қатырып қоямын. Түнде жатарда 1 сағат қалған кезде шығарып қоямын да, жатар кезде бетіме жағып, ертемен тұрғанда жуып тастаймын. Достар, мен бұл видеоны түсіру үшін өте көп уақыт және күш жұмсадым. Менің 2 балам бар және аяғым ауыр, сондықтан да видеолардың арасы қазіргі уақытта өте ұзаққа созылып кетіп отыр. Айып етпеңіздер, сондықтан комментарийде мені енді қолдап қоюларыңызды сұраймын. Сіздердің жылы лүпілдеріңіз бен қолдау сөздеріңіз маған әрі қарай осындай пайдалы видеоларды түсіруге серпін береді. Сондықтан видеома лайк басып, каналыма жазылып, комментарий жазып жіберсеңіздер алғысым шексіз. Мінекей мына формаларды енді мұздатқышқа салып қоямыз. Қалай қолданғанымды енді сіздерге көрсетіп берейін. Бетімде қазір менің ештеңке жоқ, жудым, тап-таза болып тұр. Бұл масканы әдетте мен жатар кезде жағамын, тек тұрғаннан кейін ертемен жуып тастаймын. Сонда түнмен бетімде бұл маска кеуіп тұрады. Бетіңіз кішкене тартылып тұрады, бірақ енді оған үйреніп кетесіз. Мінекей масканы мен әдетте кисточкамен жағамын. Ең бастысы 2 қасымның ортасына жағамын, мұрынның шеттеріне, содан көзімнің шеттеріне міндетті түрде жағып шығамын. Мінекей бұлай аламын да. Бірінші 1 қабат.
міндетті түрде екі қасының ортасына жағамын, көбірек болып молынан. Көздің шетіне жауып шығамын. Иісі сондай жағымды, табиғи иіс, кішкене шайдың иісіне ұқсайды. Өзіме қатты ұнайды иісі. Жауып шығамыз. Көздің шетіне міндетті түрде жағамыз. Кепкенін күтеміз кішкене, бетте бұл кішкене пленка болып кеуіп қалады. Мен бетім кішкене кепті, уже екінші слойды жаға бастадым, екінші қабатты қолмен тез-тез жағып шықтым. Маңдайыма уже жақтым, екінші қабатты. Ана жақта кішкене нәрсе, телефон қырып шығарып. Алыңыз бойынша бұны да кептіріп, үшінші қабатты да жақсаңыздар болады. Өзіңіздің ыңғайыңызға қарай. Кептіріп жағып шығамыз. Осылай кепкеннен кейін ұйықтаймыз. Ұйықтар алдында жағып, кейін теріңіздің қалай өзгергенін өзіңіз де байқамай қаласыз. Бұл керемет маска, ертең маған рахмет айтатын боласыздар. Жасап көріңіздер. Мінеки маскамен бетімде кеуіп қалды. Қазір кішкене пленка сияқты болып тұр, бетім қатып тұр. Сондықтан ернімді әрең қозғалтып тұрмын, шынымды айтсам. Бұл маска өте жақсы. Уже бетім кішкене блестеть етіп, жылтырап әдемі болып тұр. Кешке жақсаңыз, ертемен жуып тастайсыз. Ал егер мен сияқты, мысалы, кешке жақын бір жерге кететін болсаңыз, тойға бір жерге баратын болсаңыз, онда күндіз осылай жағып, 1-2 сағат енді қалыңызша жүрген дұрыс. Сол кезде кішкене сіңіп, бетіңіз әдемі болып қалады, сол 2 сағаттан кейін жуып тастайсыз. Бұл өте қызықты және пайдалы лайфхак. Маска өте тез дайындалады және 1-10 күнге порция жасап қоясыз. Нәтижесінде бетіңіздің терісінде керемет өзгерістер байқайсыздар. Мен бұл курсты 3 айда 1 рет жасап тұрамын, яғни жылына 4 рет, 1 жыл мезгілінде 1 рет жасаймын. Бұл маска терінің барлық түрлеріне арналған. Зығыр дәнін жегенде егер қышқылдам шықса, ол дәннің сақтау мерзімі өтіп кеткен деген сөз. Сондықтан сатып алған кезде міндетті түрде біреуін шайнап жеп көріңіз. Сақтаған кезде қақпағы жабылатын банкіге салып, тоңазытқышта сақтасаңыз, ұзақ мерзім қолдануға болады. Енді қарсы көрсеткіштер туралы айта кетсем, бала емізу кезінде және жүктілік кезінде абайлап қолдану керек. Күніне 1 қасықтан көп жеуге болмайды. Кез келген аурудың қозған түрі болса да абайлап ішу қажет. Ең жақсысы дәрігеріңізбен кеңесіп алу. Зәр шығару жүйесі ауыратын болса, қолдануға болмайды. Колит, холецистит, панкреатит, гепатит, бауыр циррозы, зығырға аллергия болса, бұл дәндерді жеуге тыйым салынады. Достар, осы видеодан кейін енді зығыр дәндері сіздердің үйіңізде әрдайым болады деген үміттемін. Комментарийде сізге зығыр дәні рецептісінің қайсысы көбірек ұнағанын жаза кетіңіз. Егер сіздерде зығыр дәндері туралы басқа ақпарат немесе рецепт болса, бөлісулеріңізді сұраймын, комментарийге жаза кетіңіздер. Каналыма жазылуды ұмытып кетпеңіздер. Келесі видеода көріскенше назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.